Кейде ойланып қарайсыз ба осы өмірді кім үшін, не үшін сүріп жатқаныңызды? Таңның атысы, күннің батысы, тынымсыз еңбек етесіз. Кім үшін десе, балаларым үшін дейміз. Мен көрген қиындықты балаларым көрмесін деп аянбай қызмет етеміз. Мейлі мен ертең демалармын деп жүріп, бүгінімізді назардан тыс қалдырып қоямыз. Шын керек өмірлік миссиямыз как будто балаларымызды өмір бақи азықтандыру. Жоқ. Кәмелет жасқа толғанға дейін адал еңбек етіп, адалынан табуды үйреттіңіз бе болмады? Өзіңіз үшін өмір сүрдіңіз бе? Айтыңызшы, жасыңыз нешеде? Өзіңіз үшін не істедіңіз қазір? Жасыңыз 60-70-80-ге келіп, дәм тұзыңыз таусылар кезде артыңызға қарасаңыз, өзіңіз өміріңізде мүлдем жоқ. Бәрі бар. Шаршадыңыз ба? Шыңыз десеңіз деймін.